Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Наке Батырғали және де бүгін бізде қонақта менің ағам Райымбек Байжұмашев. Бұл хет-трик арнасы, біз бүгін 1-16 ойын ойнайтын боламыз. Міне өздеріңіз экранда көріп тұрғандарыңыздай, тек қана гранттарды жинап алдық. Осының ең соңында бір команда чемпион болады. Бұнда бір ойыннан сразу вылетқа кетеді. Кім чемпион болатын, сіздерге де қызықты болатын болса, арнаға жазылып, комментарий жазып, өздерінің ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ендеше кет. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мінекей бірінші матч Ливерпуль мен Айнтрахт. Біз бұл ойынды кім дома, кім гостях болатынын раз, два, три, яғни Сулейфамен решать ететін боламыз. Раз, два, три. Раз, два, три. Ливерпуль мен Айнтрахттың. Құрметті достар, кім отады осы командадан, сол жеңімпаз домашний командаларды ала береді тек қана. Мен Ливерпульмін қазір. Бол. Кеттік. Құрметті достар, мінекей Энфилдқа келдік. Мен Айнтрахтпен шыны керек өмірімде бірінші рет ойнап атам ғой. Қомашыши, асай. Миродоса. Немцы. Неме? Повторын қараймыз, Қайт ойнайыз. Мұны бір повтор жарайды алыс. Короче, бір повтор жібереміз ғой. Команда дейм, Дос болам. Мә. Соус. Это называется мандраж. Шап. Спокойно, мане. Спокойно, да? Андрей Сильва. Ганс. Отличный пас прошел. Очень здорово открылся. Қаш. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Ван Дейкке атқанда қорқынышты екен, насыры бар. Хороший пас получился. Андрей Сильва. Удар. Это контратака, но в итоге быстро все сошло на нет. Офсайдта. Кич Фирмино сынып қалды ма не? Фирмино сынды, достар, это тактический подход деп қояды дейді. Минута добав. Есть игрок впереди. Пройдет передачу. Хотя перчаткаңа тиісер айды. Екі голды да осылай жіберіп қойды ғой почти. Киіз. Надо сравнивать. Не типка, ну. Получает он эту передачу. Саш! Может быть опасно. Классный пас получился. Киіз. Что возможно это решающий. Отличный пас прошел. Играет в пас команда. Болды ғой да. Шаруа бітті ғой да. Келесі парочка кім еді? Дайте из-под этого прессинга. Играет он на партнера. Перчаткасына тиіп кетті да. Мә. Отлично Сұрадың ғой. сыграл и разрядил ситуацию. Құрметті достар, шамалы команда деп қояды дейді. Үш удар, үш зор, үш гол. Сенде ма? Мен ұтылып қалдым, мен гостевой команда бола берем, отқан команда домашний, бана айтқандай, мен Тоттенхэм. Достар, екінші матч сон бауырым атылып тұр ғой. Биш братан деп тұр ғой. Қазақ емес біз бәріміз деп тұр ғой. Ей, баршиш, бауырым. Тут контратака может получиться. Не получится. Пас на ход может быть интересный. Стоп, құлат, типкізве. Прощёт. По-прежнему опасно может быть. Харри Кейн. Бас. И пойдет Пас. Ей! Чоттар еба, чоттар. Қазақ Қазақ бауырым ғой, қазақ бауырым.
кроме как просто Мало, оставить мало, мяч в ворота. Не не могут тут промахнуться и не наказать соперника за ошибку. Одну издали, но мяч прошел совсем не точно. Тиаго Силва. Кейн. Удар. Хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. Уинкс. Как он это сделал? Так, у голевой, даже не касаясь мяча, отличный пас прошел. Кумаңдар. Пас. Қалай жүріп қойды, Кім салған? Неймар ма? Жібермеңдер, қайтыңдар. У Кадавая, у команды по-прежнему. Место для движения. Ё-моё. Мяч прошел в считанных Как? сантиметрах. Базар. Передача, мяч Шап, прямо в тепкізбей. Ай да, молодец. Равно и многое будет зависеть при такой игре от Ей! Бана шығаратын кезім ғой, ё-моё, қатты кетті, прикинь. Ради, великолепный пас от него пошел. Братан, повтор жүрсейші, а то интересно болып кетеді стрим. Вперед, а игра. Жәмелі қоғам ғой. Әдемі емес қолдарды қарамайтын тип. Отличный шанс есть для контратаки. Тома мене. Сон Хюн-Мин. Может он пас на ход, может быть интересно. Как? Мяч. Есть у него пространство сейчас. Қалай жіберіп қояды осыны түсінбеймін, аналарды бар ғой. Кейн, окей. Взял и отдал пас сопернику. Мбаппе. Не, осы Мбаппе берекет бар ғой. Қалай еді, мына төртеуін базады бет. Баста. Жоқ, мына зәті бар еді ондай. Правильно кететін да? Берекетті кәдімді, Насырен Жемен алтай. Нормально. Мбаппе. Какой момент у Мбаппе. Анау дейтін пахарон болатын таbi. Харри Кейн. Сон Хын-Мин. Кристиан Эриксон. Офсайд! Прикинь, ё-моё. Замес істеп алайықшы. Моурон деген шығармай өттім мен. Моуры жұмымын да? Иә, Моуры қайда қазір? Тренер, ну, по-моему, от... Жоқ, Моуры менде ғой. А, дұрыс қой, Тағы біреуді шығарып отырмын. ПСЖ-дан келген. Кейн. Прикинь, бұл қыз Моуры шықты да голевой ғой. Моуры ғой да? Дели Алимовна. Моуры сияқты да? Моуры қайдан Мына келді? да Маркинес мен Тиаго Силваны айтамын да, бразильская пара центральный защитник болып қойып. Иә? Мал екен, таза бар ғой. Мандарашқа. Пабло Сараби. Қумаңдар жігіттер! Обыграл, ничего себе. И что-то тут будет. Вот эта передача. Харри Кейн. Бля, қумандаршы. Лучше отбил отец вратаря. Ей, Мяч в середину штрафной идет. Дополнительные минуты, да? тағы бітті деп қоймен дегенсіз. Көріпсіңдер ғой достар, кәмі. Ыстық болып жатыр мына жақ, ыстық. 9-да 8, 9-да 5. Нәрмән деп қояды. Масқара. Ойын масқара, достар. Последняя минута второго тайма. Пабло Сараби. И как пробил. Кавани. Ойнаймыз! Мына Каванин тикісі бар екен. Қалай? Парк запрашиваю. Матадор дейтін бет Каваниді. Мяч у Дели Алли. Вряд ли можно в данной ситуации. Эх, кума. Варианты тут. All night long, don't stop.
Примерно екеуміз де пенальти білмейміз, пенальти ойнап тұрып қой да. Білмеймін, көреміз аға. Увидел открывание впереди, делает передачу. Жібермеңдер! Неймар. Уже защита бар ғой, өшіп қалған ғой кәдімгі. Подает Неймар. Не смог защитник как следует мяч вынести, все еще опасно. Через себя тепшеш, блядь. Отдохнут. Кешірім сұраймын, кешірім сұраймын. Жаралып. Мынау дейтін бар ғой, мына матч негізі андай ғой. Цың өтетін матчтар ғой. Паредес. Шай. Ема! Пройдет тут навес. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. 14 прикинь, удар әлі. Қап сол дейсің да? Мен құттай створмен дагонять еткен. Ортаға тегін сияқтысың. Бұл шеш, братан. И готовится пробить. Қаратсы ғой да? Қара. Или лағат, или орта менен. Дым баспайым қара. Он қайдан, аннан қарайды ма ан жерден? Енді қайдан бұқ қойды? Қазір айта бейсен. Сосын айтам болғаннан кейін, ма? Или лағат, или салмайды. Егі Лорис'in түрісі қарыз. Қалай салды не? Қалай салды? Айтында шеш, патчасына келесі. Қалай тейді? Осипке не әлейші саған. Короче бар ғой, жаңға бұра берем ғой, но короче дзылдайды ғой бір кезде, міне. Значит, штангын рамкасынан шығып кетті ана. Соны, короче, примерно до конца апарасың ғой, ана дзылдағаншаға дейін, сосын барып тебесін тек, сол жерге фиксируй дейіп тұрасың, ешіп соларды. Нечестно, құрметті достар. Мен білмейді теу. Дзылдағанда тептің ба? Зылдады. Зылдады. Зылдағанда жығып қойдың ғой сен. Сала алмай қал. Сала алмай қал. Сала алмай қал. Қалай салдың, Қалай салдың? Қиын деймін, совсем қиын бар ғой. Көп зылдап кетті. Не попал. Да, знаете. Алшат. Айттым ғой, алшат деймін, алшат. Қара, братан. Өйсіз ғой, примерно. Үйрен ол. Өйсіп қоям мен. Давай. Қара. Мұны не зылда отыр? Айттыр ғой. Орта ғой. Орта саға. Қара. Ты смел ғой. Бит қойып. Ё-моё, угадал же. Да. Кич әлі бар ма не? Қара. Болды. Соус! Кич. Не масқара, не масқара. Кич. Кәм, жаман андай етіп айналдық депті ғой, Қайсық деп сен тептің ғой басында. Сен сияқты еттің. Пробьет дейді қара. Может, рабьет, просрет? Ондай да вариант бар. Точно мен да сезімейді. Соус! Давай. Қарай, жаман жылда отыр. Секірген жоқпын да. Bir жаққа жылжытып қалдым ғой, бір жаққа ғой. Сындар ғой, атак бар. Жалко. Несправедливо. Дерзко. Мал екен. Сат жерген жасы отыр алдым. Сат қойшы, Мейрамбек. Позорым шығарайын деп тұр ғой.
Бітті брат, 2 тур ғой. Болды, бір выпуск 2 турдан, короче. Алып тек мына матчты басқасы. Реал мен минуттық жіберейікші. Реал мен решающий ғой. Мінекей құрметті достар, Чемпиондар Лигасының бірінші бөлімі де аяқталды. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, өз ойларыңды қалдыруларыңызды сұраймын. Және де келесі бөлімде мен Монако командасына ойнайтын боламын. Кім осы видеоның астына Монако мен Арсеналдың точный счетін угадать етіп номер телефоныңызды қалдырсаңыз, мен дәл тапқан адамға 500 теңге көлемінде бірлік салатын боламын. Ендеше баршаңызға сәттілік. Келесі кездескенше аман болайық.